Сәлеметсіздер ме, құрметті өнер сүйер қауым. Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейі республикалық рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жергілікті шеберлеріміздің шығармашылықтарын дәріптеу мақсатындағы кезекті онлайн көрсетілімін әрмен қарай жалғастырады. Халқымыздың ғасырлар бойы дәстүріне сай осы күнге дейін жалғасын тауып ерекше дамып келе жатқан құрақ құрау өнері қазіргі таңда материалдық мәдениетіміздің сәнді қолданбалы өнер түрі ретінде алатын орны ерекше. Қазақта қыз жасауындағы төсек орын деп аталатын көз жауын алатын түрлі көрпе төсектердің жиынтығы бар. Олардың рең бойын ашып, сән салтанатын кіргізетін де осы құрақ көрпелер болып табылады. Бірі өрнектеліп құрылса, бірі түрлі пішіндегі геометриялық әдіспен әспеттеле құралғандығымен ерекше әрі сәнді де мәнді. Ырымға сүйенер болсақ, қазақ дәстүрінде ұзатылған қыз жасауына құрақ көрпелер мен төсектердің болуы міндетті болған екен. Яғни шаңырақ көтерген жас жұбайлардың басы құралсын, іші жанға толсын деген ниетпен құрақ көрпешелер де қосылып берілген екен. Осындай мән мағынасы терең құрақ құрау өнерінің сан түрлі қырын қазіргі таңда ұлттық қолөнерді қолға алып, барынша дамытып жүрген қолөнер шеберлеріміздің шығармашылықтарынан да көруімізге болады. Әйел затының осындай анадан балаға ісмерлік жолдармен берілетін қастерлі де өнегелі құрақ құрау өнерін жастарға өз парызымыздың бірі ретінде үйретуден жалықпаған Семей өңірінің шеберлері де әрдайым алдағы шепте келеді. Солардың бірі біздің бүгінгі кейіпкеріміз, өмір жолында 38 жылдық оқытушылық тәжірибесі бар ұлағатты ұстаз, қаламыздың әйгілі қолөнер шебері Сұлтанова Золай Дәңкебайқызы. Сұлтанова Золай Дәңкебайқызы 1960 жылы Семей қаласында дүниеге келген. Шеберіміз жоғарғы білімін кезіндегі Крупская атындағы педагогикалық институтында тарихшы және Алматыдағы индустриалды педагогикалық академиясында технология мамандығы бойынша білім алған. Алғашқы ұстаздық жолын Көкпетті ауыл мектептерінде тарих пәнінен оқытушылықтан бастап, 2008 жылдан осы күнге дейін нөмірі 36 жалпы орта білім беру мектеп қабырғасында технология пәнінен ұстаздық қызметін жалғастырып келеді. Қазіргі таңда 38 жылдық еңбек өтілімі бар ұлағатты ұстаз, қолөнердің жан-жақты бағыттарын меңгерген әйгілі қолөнер шебері. Шебер бастапқы кездері қолөнердің су-моншақтар мен тоқу техникасын толық әрі жетік меңгергендігін айтады. Әсіресе осы су-моншақтап тоқу өнерінде түрлі сәнді әшекей бұйымдар, тоқыма картиналар топтамалары мен қалалық, облыстық және халықаралық конкурстарға қатынасып, Германия, Чехия және Ресей елдерінде өзіндік жоғары бағаларын алған екен. 2010-2017 жылдар аралығында Золай Дәңкебайқызы өнердің дәстүрлі бағыттарында құрақ құрау, киіз басу және жүн ұқсату технологияларын жетік меңгеріп, түрлі кәдесыйлар жасау нобайлары мен біраз заманауи қолданбалы өнер туындыларын өмірге әкелгендігін көре аламыз. Шебер 2015, 2016, 2017 жылдары қаламыздың Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейінде ұйымдастырылған Қазақ қолөнері мерекесі атты 3-ші, 4-ші, 5-ші аймақтық фестивальдеріне қатынасып, 2017 жылдың қорытындысы бойынша үздік құрақ тігу өнерінің шебер ретінде танылған болатын. Сонымен қатар Алматы қаласында шеберлер 2017 қолөнершілердің республикалық фестиваліне және Нұр-Сұлтан қаласында өткізілген Экспо 2017 шеберлер көрмесіне қатынасқан. Осы көрмеде шебер Алтын Орда ұлттық дизайнерлер орталығының авторлық жетекшісі, әйгілі қолөнер шебері Ырза Тұрсынзада қызымен кездесіп, өзіндік өнер туындырына қатысты біраз кеңестер алып, шебердің оң бағасын алған екен. Золай Дәңкебайқызы қайсы бір қолға алған өнер туындылары болмасын, әрдайым өзіндік ізденімпаздығы мен тез әрі тиянақты меңгеріп алатындығы мен көпшілікті таңғалдырып келеді. Әсіресе соңғы 10 жылдықта қолға алып, осы күндері құрақ құрау өнерінің хас шебері атануы, оның қолынан шыққан сапалы да әсем көрпелердің қазіргі таңда көптің сұранымына ие болуы, шебердің осы өнер жолына деген асқан қызығушылығының арқасы десек, артық айтпаған болар едік. Золай Дәңкебайқызының құрақ құрау туындыларынан кезінде өзі қатты қызығып, көптеген шеберлік сабағын іздене қараған әйгілі қолөнер шебері Ырза Тұрсынзада қызының құрақ құрау үлгісімен орындалған біраз дүниелерін көруімізге болады. Мұның өзі шебердің пір тұтқан ұстазына деген құрмет өнегесі деп санаймыз.
Құрақ құрау өнері бұл бірнеше мата кесінділерінің басын біріктіріп орындай салатын дүние емес. Ол біріншіден жан-жақты арифметика, яғни түрлі геометриялық мата кесінділерін миллиметрлік өлшемдермен дәлме-дәл құрастыра білу. Екіншіден таңдап алынған материалдардың жоғары талғамдағы сапалылығы. Сонымен қатар, шығармашылық көзқарасқа сай түстік үйлесімдіктердің дизайнерлік жаңашылдықпен байланыста болуы, қазіргі таңда заман талабы. Міне осылардың барлығын ескере отырып орындалған құрақ нағыз сапалы және заманауи өнер туындысы болып шығатындығы сөзсіз, дейді бүгінгі шеберіміз. Он саусағынан балтанған Зулай Дәңкебайқызы Евразия дизайнерлер одағының және Қазақстан шеберлер дизайнерлер одағының мүшесі және жоғары дәрежелі шеберлігі бойынша дипломанты. Жанұяда ұл мен қыздың анасы және 4 бірдей немеренің аяулы әжесі болған шеберімізге алдағы уақыттары тек шығармашылық табыстар тілей отырып, сіздердің назарларыңызға Зулай Дәңкебайқызының тікелей қатысуымен құрақ құрау өнерінен шеберлік сабағын ұсынамыз. Бүгінгі сабағымыздан үйренеріміз көп болсын. Іске сәт, құрметті көрермендер. Сәлеметсіздер ме? Шеберлік сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге көзге күрделі, бірақ тігу жолы өте оңай, әдемі бір құрақты үйреткім келеді. Ол құрақтың аты мозаика. Мозаиканың өзі екі түрлі болады. Күрделі мозаика және қарапайым мозаика. Оның күрделігі мен қарапайымдығы неге байланысты? Пайдаланған матаның бояуына байланысты. Мысалы, бір құрақта біз 4 бояу қолдансақ, мінекей, 4 бояу қолданса, бұл күрделі мозаика болып есептеледі. Ал енді құрақта 2 түрлі бояу қолдансақ, мына секілді, бұл қарапайым мозаика болып саналады. Әзірше мен сіздерге қарапайым мозаиканы үйреткім келеді. Бірақ біз сіздерге оңай болу үшін мен былай істейтін болдым. Мына 2 бұрышты жасылмен тігеміз, 2 бұрышты сары матамен тігіп шығамыз. Бүгінгі сабаққа бізге қандай құрал жабдықтар керек болады? Мата. Бүгінгі құрақты біз велюрдан тігеміз, сондықтан мен мынадай жасыл мата алдым, қою жасыл, одан кейін мына сары велюр. Одан кейін құрақты тігу үшін бізге міндетті түрі осындай шыт астары керек. Шыттың мынаның өлшемі 16 сантиметр. Одан кейін міндетті түрі мынандай көз керек, өлшемі 4-4 сантиметр. Қайшы, мынандай шипчик керек болады бізге, сызғыш, қаламсақ, мынандай ши. Біз мұна бүкіл матамызды шилеп шығамыз. Шиіміздің ені 3 сантиметр. Неге қарасаңыздар? 3 сантиметр. Ал ұзындығын өздеріңіз білесіздер, 6 сантиметрден басталады, 6 сантиметрға дейін кей кезде 1 метрге дейін болады. Ал енді сабағымызға кірісейік. Астарына біз сызғышпен 2 диагональ сызып аламыз. Мына бұрыштан мына бұрышқа дейін, одан кейін мына бұрыштан мына бұрышқа дейін. Сөйтіп біз ортасын табамыз. Мына ортаға мен мына көзді орналастырамын, мінекей. Енді мына көздің 4 бұрышы жәнегі біз сызған диагональға келіп тұру керек, мінекей, түсті. Енді мен мына көздің бір жағын тігіп аламын. Міне тігіп алдық. Енді мына мата ешқайда жылжымайды. Енді оның үстінен біз мына шиді тігеміз. Шиді тікпестен бұрын мен бір ескертуім бар. Мына матаны біз әрі бері жылжытсақ, былай жылжытсақ, тікен сияқты болады. Ал былай жылжытсақ, әп-әдемі, мінекей, жып-жылтыр болып шығады. Үнемі шиді тіккен кезде мынаны қадағалаңыз, төмен түсіп тұру керек. Мінекей, осылай қадағаламын.
Одан кейін артық матаны мен шепчикпен қиып тастаймын. Сонда маған ыңғайлы болады. Бекітіп қоямын. Ары қарай түбі мінекей төмен қарап тұр. Бір бұрышты біз тігіп алдық. Енді екіншісіне көшеміз. Сарыдан төмен қарап тұр. Енді мұнда ескертетін жағдай тағы қыздар. Мінекей, біздің мына құрақтың астары, көзі, одан кейін мына үстіндегі шидің деңгейі бір болу керек. Мына жақтан да, мына жақтан да. Сонда біздің құрағымыз түзу болып шығады. Мінекей, бір қатарды біз уже тігіп шығадық. Жасыл бұрышы, сары бұрышы. Енді қайтадан жасылға көшеміз. Біз тігіп жатқан құрақ, бұл заманауи құрақ. Біз нені өзгерттік? Біз матаны өзгерттік. Біз матаның бояуын өзгерттік. Енді қарап отырсыздар, мына құрағымыз көбейе бастағаннан кейін, мына ішінде бізде уыздық жиналып қалады. Сондықтан бұл уыздықты аққанда бармақ ізімізбен былай шығарып отырамыз. Мінекей, біз екі қатарын тігіп шықтық. Енді тағы да екі қатар сары, екі қатар жасылмен тігіп шығамыз. Міне, 4 қатарды толтырдық. Енді мен құрақтың шетін тігіп шығамын. Уыздықты шығарып отырамыз. Енді мінекей. Енді мына құрақтың шетін мен артық матаны қиып тастаймын. Мінекей,
үйүздү кыйып тастадык. Міне бизде осындай нагыз казактын классикалык курагы болуп чыкты. Мына құрметті көрермендер, мен мына құракты тігіп бітірдім. Дәл осындай мен бір түрде 4 құрақ тігіп шықтым. Енді осы бір құрақтан қандай дизайн шығаруға болады, соны көрсеткім келеді. Мінекей, мына ромб жасауға болады. Ары қарай бұны өзгертуге болады. Керісінше мінекей жасылын біз ішіне семіз, мінекей сырты сары болып тұрады. Мінекей бұл құрақты бір-біріне былай қосып тігеміз. Одан кейін бір-біріне қайтадан былай тігіп жібереміз. Шар тігеміз. Енді біз жастықта шар тіккен кезде мына бұрышпен мына бұрышты алып тастауға болады. Оның орнына өзіміздің кәдімгі қазақи ұлттық оюды қоюға болады. Мысалы былай. Мінекей қараңыздар. Мінекей ши құрақ, екі жерде ши құрақ. Одан кейін өзіміздің ойымыз. Мен оюды пайдаланған жоқпын, тек қана жәнегі тіккен құрақтарда осындай жастықша тіктім. Мінекейміз. Жан жағын мен тағы құрақпен жалғастырдым. Мінекей неше қатар, 5 қатар шиді тіктім. Осындай әдемі декоративті жастық. Осы құраққа қарап отырып, апаларымыздың әдемі батасы есіме түседі. Құрақтай өніңіз, көркейіңіз, өсіңіз, өміріңіз құрақтай гүлді, әдемі болсын. Құрметті көрермендер, осы шеберлік сабақтарымыздан үйренеріміз көп болсын. Іске сәт!